Ойланбай жалға бараны, өмірге әкеп баланы, қараусыз тастай салады. Қалайша адамдар қателік қиып күндігін, қаншасы кешіп мұңды күн, қаншасы шетте жүр бүгін, ұмытып тілденін. Ойлап қараңдар, ортақ тамырымыз, бәрі бауырымыз, неге барлығымыз жеңіл қарап жүрміз? Қайда намысымыз, қайда парызымыз, біздің әр ісіміз аралдында қылмыз. Жетім көрсе жүдеп, ауырады жүрек, езіліп шыдай алмай, күндіз түні жылай, жүретіндей бұлай, жазығы оның қандай. Бұл менің көзқарасым, қалайша өз баласын тастауға жетім қылып болады. Дүние өзгереді, түбінде кез келеді, бәрінің сұралатын жауабы. Ортақ тамырымыз, бәрі бауырымыз, неге барлығымыз жеңіл қарап жүрміз? Қайда намысымыз, қайда парызымыз, біздің әр ісіміз аралдында қылмыз. Алло, привет, как дела? Хорошо. Да, я завтра в 9 утра прилечу в Ахтау. А ты меня встретишь? Ага, все, буду ждать. Все, спасибо. Жақсы, өзің қалайсың? Шүкір, жақсы. Қандай шаруа? Апай, бір хабар бар ма? Құжаттардың басқа нұсқалары бар ма екен? Мен телефон соғып едім балалар үйіне. Өрт болғанда барлық құжаттар өртеніп кеткен деп отыр. Соның ішінде 2000 жылдардағы құжаттардың бәрі жанып кеткен екен. Облыстық архивке хат жазғанымызда жауап берген жоқ. Астанадан ше? Астанадан хабар келмеді ме? Ешқандай да хабар келген жоқ. Білесің ғой, қолдарына бірдеңе ұстатпасаң, орындарынан қозғалмайтын адамдар. Бірақ сен үмітіңді үзбе сіңілім. Бір амалы болып қалар. Жақсы, апай. Жүре берсең болады. Егер де хабар болып жатса, өзім қоңырау шалам. Жарай ма? Жарайды, апай. Онда сізден хабар күтетін боламын, апай. Жарайды. Сау болыңыз. Не болды, не айтты? Ештеңе айтқан жоқ. Бір хабар болса, хабарын береміз деді тек. Не пәле? Бір құжаттың артынан бір жыл жүгіртіп? Жоқ болса жоқ деп айтпаймын, құрсын тоқ етерін. Білмеймін. Ай, дәм болсын, осылардық бар ғой. Іздеп те жатпаған шығар. Мына қатын бар ғой, бойы бір қарыс болып, бізден бірдеңе дәм етіп отқан сияқты. Қой, ондай емес шығар. Аған қайдан жүр деп ойлайсың? Білмеймін.
Құяш, жұмысқа барайық, әйтпесе кешегідей айқайыстып қаламыз. Жүріп кеттік. Иә. О, О, привет! привет, как дела? Отлично. Сама как? Идем, там такси ждет. Сен дейтін вообще өсіп кетіпсің ғой мынау бойың дейтін. Не жүрсіңдер? Осы сендер жұмыс уақыты тақалғанда келетіндерің не? Қашан қайтам сендерге? 15-20 минут бұрын ерте келіп отырың деп. Кешіріңізші, жолда кептеліс болып қалып еді. Солай ма? Сол үшін ерте шығу керек үйден. Бар жұмыстарың жасаңдар. Мына көкбеттен құтылатын күн бар ма екен, а? Безеріп аңдығаны біздер болдық қой. Ана жүріп жүрген жігітіне тезірек байға кетсе жақсы болатын еді. Негізі бар ғой мына. Кәрі қыздар осындай болады. Не бай алмайды, не құдай алмайды. Мінезін білгені бар, ана байының алмай жүргенше. Мүмкін. Қасқа ана бешара жігітіне жаным ашиды бар ғой. Мына ведманың қай жеріне қызығып жүр деймін да? Или бар ғой осы дуалап алды ма екен, а? Ой, құдай сақтасын. Бұдан шығады. Түрайып тұр ғой сұңғатын екен. Жанел, Кеттік, Күләш, не жұмыс жасайық. тұрсыңдар? Күләш, осы апта пәтердің жалақысын төлеу керек. Иә, сол ғой. Алло, қалың қалай? Алло? әндетпейші, не керек? Сәлем Күләш, қалайсың? Сен соққан соң әбіршіп кеттім. Қой, әбіржіме. Сендей ботақанға әбіржуге болмайды ғой. Сен тек бақытты болу үшін жаралған қызсың ғой. Мыжымай болшы, не керек? Кездеспейміз ба? Рахмет айналайын, сен сияқты құлақтан тебетін жігіттер қажет емес. Кешірші, алдында аяқ астынан вақтағы жұмысқа кетіп қалдым. Хабарласатын связда болмады. Ой, пырмай, одан бері бір ай уақыт өтті. Бір ай бойы телефонсыз жүрмеген шығарсың енді. Кеше келдім вақтыдан. Нан ұрсын? Басымды қатырмашы, сен қайдан келгенмен менің шаруам жоқ. Өтініш, кездесейікші ертең. Кафеге апарам. Білем ғой сен. Алдында апарған кафең анау. Дачадағы асхана. Қой, рахмет айналайын. Жоқ, нормальный кафеге апарам. Болмаса, өзің таңдайсың кафені. Мен баратын кафеге мына сенің қалтаң көтермейді. Ой, ойнапсың менімен. Мен қазір вақтыда жұмыс жасаймын ғой. Ақша жетеді. Серьезно ма? Жақсы, онда ертең хабарлас. Көрейін қаншалықты жағдайың бар екенін. Все, күтем. Қалыма түстің бе? Кім ол? Берік па? Иә, дым болмағандай хабарласып тұр ғой, бір ай жоқ болып кетіп алып. Не дейді? Не десін? Кездесек, вақтыдан кеше келдім дейм ба, бірдеңе дейді. Кездесшеш? Негізі Күләш, Берік деген дабырлаған жақсы жігіт. Иә, көрермін. Маған қараш? Кездескің келіп тұрғаны көрініп тұр ғой? Кездесерсең. Кішкене артымнан жүгірсін. Нервына тиейін біраз.
Қыздар қызғалдақтар, қалайсыңдар? жақсы. сәлем қыздар. Ашулысың ғой, Қошақан? Қошақан демеші, а? Өзім басым қатып қой болып жүргенде. Қалайсың Берік? Жақсы. Қыздар танысып қойыңдар. Менің әріптесім Құрмаш. Күләш, Мен Жанел. Танысқаныма қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Астан алып отырыңдар, қыздар. Рахмет. Құрмашпен вақтада танысқам. Тез тіл табысып кеттік. Еще дардай құрдасым екен. Жанел, есече бойдақ. Құлмаш, сенен не бір жігіт сұрап отырма не? Досым жарты алма, Жанел жарты алма дегендей. Құлмаш, а? Құрмаш, сен Ақтаудікісің ба? Жоқ, Атырау. Осында вақтыда жұмыс жасаймын. Қошақан, сен таңдаған кафең. Сен таңдадың, мен шақырдым. Сен еще сенбейсің маған. Шөт төлей алмай қалып жүрмеші, әйтеуір. Ой, Қошақан, сен дегенде кредит алып болсын төлейм ғой сол шотты. Жақсы отырыс болды, я, достар. Иә. Күләш, сенің вкусың негізі зор екен. Но енді кішкене қымбаттау болғаны болмаса. Енді өзің емес па? Ақша көп, жете таңда деген. Иә, енді қымбаттау. Көрдік қой сен қандай жерлерде жүретініңді. Ой, бір асханада бір шай іше қойып едік. Күн салқында бір жылына қояйын деп. Екеуің көп болды ма сөйлесіп жүргендерің, е? Қошақан екеуміз ба? Иә. Жарты жылдай болып қалды шамамен. Жоқ, өтірік айтады, біз жүріп жүрген жоқпыз. Бұған сенім жоқ, Құдай сақтасын. Ой, Қошақан, ұялтпа менен долай. Жақсы көрем ғой мен сені. Қош жанарым саған түсті, жүрегімнің дүрсілі күшті. Саған деген сезімдерім енді ғана жетіліп пісті. Басталды не театр? Жанел, сен Ақтауда бұрыннан тұрасың ба? Иә. Сен ше? 2 жыл болды Ақтауға келгеніме. Қазірше аға жеңгем үйінде тұрам. Біз келдік. Мына үйде тұрамыз. Жанел, жүрші тез-тезден үйге кіріп кетейікші. Атомна көршілер көрсек, бізді өсек қылып жүрер. Мына қыздар түннің ортасында жігіттермен шалқып жүр деп. Дұрыс айтасың. Жүрші. Жігіттер, сендерге мың алғыс. Кеш керемет болды. Наса болды ғой. Ал Қошақан, көргеніме қуаныштымын. Кешірдің ба енді? Жоқ, жүр кеттік. Жанел, Ау, құрбыңа айта бар, бір ашуын берсін маған. Болмаса, цик еткізіп, мусорға лақтырып жібере салам. Ой, кетші, а? жарайды. Пока-пока. Сау болыңдар, қыздар. Ауа райы да күшті, отырыс та күшті болды, ә?
Мына қыз телефон алмайды. Бұларға құжат керек емес ау, а? Кеше ғана құжат сұрап жүрген. Қуантайын мен бұл қызды. Алло? Алло, Жанел. Амансың ба? Сөйлесе аласың ба? Иә, сөйлесе алам. Сізді тыңдап тұрмын. Мен ғой апаң. Ана облыстық архивтерден құжаттарды іздеуге рұқсат берген екен. Барып іздесең болады. О, жақсы болды ғой. Қашан барсам болады, апай? Ертең түстен кейін бара бер. Хорошо. Ертең апай міндетті түрде барам. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Жарайды, сау бол жаным. Иә. Ей жаным, сол құжаттары табылды. Кім? Ана апай телефон соқты. Я, не дейді? Ертең облыстық архивтен құжаттарды іздеуге болады екен. Рұқсат беріпті. Мә, саған күшті жаңалық екен. Ертең бірге барып келейік. Ал жұмыс ше? Мен өзім сұранам. Ита қабағынан қар жауып жүр ғой апамның. Саспа, өзім бірдеңесін қылам. Жақсы. Кешіріңіз, апай, рұқсат па? Иә, айта бер. Апай, ертең Күләш екеумізді жұмыстан жібере аласыз ба? Жай ма? Аманшылық па, не болды? Ағам жайындағы құжаттарды облыстық архивтен іздейін деп едік. Ертеңге рұқсат беріп отыр. Осы неге сондай мәселелеріңді тақалғанда айтасыңдар? Алдын ала айтып қоюға болмай ма? Ертең тем более 5-ші күн. Іште адам лық толы болады. Апай, енді бүгін ғана телефон соғып айтып тұрмаған. Жақсы. Ертең түске дейін барып келіңдер. Сағат 2-де қараларың іште болатын болсын. Жақсы, апай, кешікпейміз. Рахмет сізге. Күләш? Ведма не айтты, рұқсат берді ма? Иә, рұқсат берді. Ертең түске дейін барып келуіміз керек. Мә, жақсы жаңалық қонда рұқсат берсе. Апым онда оң жағымен тұрған болып тұр ғой да бүгін. Жүр ан жаққа жүр. Иә. Күләш соғып жатыр. Аманшылық па екен? Алло. Алло, Берік, қайдасың? О, Қошаққан, дауысыңнан айналдым сенің. Қайдасың деймін. Қаладам, тыныштық па? Сен көмең қажет болып тұр. Әміріңізге қолдық, Қошаққан. Кез келген көмегіңізді айтыңыз. Қазір облыстық архив жаққа келші, мекен жайы WhatsApp-пен жазып жіберемін саған. Болды, Қошаққан. Уже алдында тұрмын ғой. Қолымда бір шоқ гүл деп. Болды, Қошаққан. Не деді? Келем деді. Жақсы болды ғой. Үшеулеп бірлесіп іздесек бір нәрсе табармыз. Я, бұйырса. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Жанел. Жаңа сізге 1 сағат бұрын хабарласқан едім. Құжаттарды іздеуге келдік. Охо, мынаның ішінен іздейміз ба? Я. Ақтарып төңкеріп іздейік.
бәлкім бірдеме табылар. Саламатсыз ба? Біз архивтен құжат іздеуге келгенбіз. Даурен, не переживай ты так. Найдем музыку. Жанел, уайымдамашы. Мен сені түсінем. Ағаң табамыз бұйырса. Жоқ, мен кішкентай болса да ақпарат табамын деп үміттеніп едім. Жанел, уайымдама. Бәрі жақсы болады. Не болды? Бірдеңе табылды ма? Әлде бос сандалыс ба? Ешнәрсе табылмады. Өкінішті. Алло? Жан, қалайсың? Кішкене қолым босамай жатыр еді. Ештеңесі жоқ. Сенің дауысыңды сағынып. Соңғы видеолар сияқты тағы видео жіберші. Соңғы видео тұла бойымды жыбырлатып, басым кетті ғой, Жан. Жаным мысығым менің де. Жаным менің, мен сені сүйем. Мен сені қалай сүйетінімді білсем ғой. Не қып тұрсыңдар? Өсек тыңдап. Бар жұмыстарын жасаңдар. Абым бақытты ғой? Иә. Бірақ бар ғой, осының түрін көрсем депрессияға түсіп кетем. Неге? Өмірден түңіліп, қалай қайғырып кеткенін байқамай қалам. Ой, жаным деп қояды ғой еще. Түріне қарамай. Ей, жаныңа садаға кеткір. Сәлематсыз ба? Саламатсыз Қош ба? келдіңдер. Төрлетіңіз. Осында отыра беріңіздер, жайғасып. Қазір официант келеді, тапсырыс алады. Жанель, менюді апар. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Міне меню, менюдегі барлық тағамдар бар. Бізге тек шай. Ну, когда ехал, Даурен?
Смотри, а кто в последние годы очень сильно изменился? Да, видно, стал город очень красивым. А ты случаем не знаешь, где здесь детский дом? Зачем тебе? Да, просто я вырос в этом детском доме здесь. И потом меня усыновили. Прости. Но детский дом недалеко отсюда. Жаль. Очень жаль. Я слышал, что ее тоже забрали. Я искал, честно, но безрезультатно. Поэтому я пришел в Ахту. Может, хоть какую-то информацию получу. И поискать. А давай я тебе помогу? Было бы замечательно. Родители, которые меня усыновили, дали мне все. Образование, воспитание. Но в душе я все равно искал сестренку. А как ее зовут? Жанель. Фото есть? Да, есть. Это уже хорошо. Я помогу тебе. Спасибо. Кстати, Даурен, а ты казахский знаешь? Ну, понимаю. Но не говорю, если честно. Қан жібермейді да? Түсінесің ғой. Пошли. Сәлем. сәлем Жанел, қалайсың? Жақсы. Күләш қайда? Күләш қазір шығады. Күте тұрайық. Саламатсыз ба? сәлеметсіз бе? Мынау кім? Жігітің бе? Жоқ, апай, досым ғой? Досым? Я. Жасың нешеде? 21-де. Қанеки, айналшы, көрейік. Жақсы екен. Жігіт деген ұзын бойлы, осындай болу керек. Шыбын шіркейдей емес. Ертең жұмысқа кешікпей келіңдер. Жақсы, апай. Сау болыңыз. Мынау кім? Директор ғой. Көрер көрмесен сынап тастады ғой мені. Өзі сондай кісі. Жас балдармен нормально қыдырып қоятсақты ғой, а? Қомаш, не шаруаң бар? Әй, қазір Милфа дейтіндер хит болып жатыр. У меня хорошие новости, Даурен. Я поговорила с директором, рассказала всю историю. Она готова нас принять. Давай туда поедем сейчас. Отлично. Саламатсыз ба? Кіруге рұқсат па? Здрасте. Кіріңіздер. Есімім Ахмаржан болады. Осы 1 сағат бұрын сізге хабарласып едім. Мынау кісі дейтін Даурен, Германиядан келген ағамыз. Даурен, осы балалар үйінде қай жылдары болдыңыз сіз? Когда меня усыновили, мне было примерно 8 лет, а сестренке 6. Выходит, примерно в 98 году это было. Сонда сіз 91 жылғысыз ғой? Да, именно. Былай ғой, мен бұл балалар үйіне директор қызметіне жақында келдім. Шамамен 1 ай уақыт болды. Сіздегі архивтерді көтеріп қарауға бола ма? Мүмкін бір ақпарат табылып қалар? Жағдай былай ғой. 2000 жылы мына балалар үйінде өрт болды. Архивтегі барлық құжаттар өртеніп кеткен. Енді дәл қазір мен сізге қандай да бір ақпарат тауып берем деп айта алмаймын. Бірақ қолымнан келгенше көмектесем. Сіздің қарындасыңыздың суреті бар ма? Да. Вот она. Мынаны маған WhatsApp-қа жіберіп қойыңызшы. Хорошо. Осындағылардан сұрап көрейін. Біреу танып қалар. Бірақ мұндағы ескі тәрбиешілер жоқ баяғы. Қазір кілең жастар. Хорошо, нет проблем. Дегенмен сұрастырып көрем. Все, спасибо большое. Жақсы, онда сізге мұналғыз.
Кешіресіз. Балам, жүзің таныс, кім боласың? Что вы сказали? Жүзің таныс деймін, кім боласың? Извините, наверное, с кем-то путаете. Осы балалар үйінде тәрбиеленіп пе едің? Да-да. Атың кім? Дәурен. Қожығұлов. Қожыбаев. Қожыбаев. 20 жылдан астам осы балалар үйінде қызмет еттім. Бірталай балаларды тәрбиелеп өсірдік. Извините, а как вас зовут? Майра. Есімде сенің қарындасың болды, е? Да. Я как раз ее ищу. Қарындасың 5 жыл бұрын 18 жасқа толып, осы ұядан ұшқан болатын. А случаем не знаете, где она? Білмедім, жан. Негізі балалардың құжаттары архивте болатын. Есіңде болса, қарындасың екеуіңізді Гүлшат апай тәрбиелеп еді ғой? Да, Гүлшат апай. Да. А случайно не знаете, где она? Өкінішке орай Гүлшат апай қайтыс болды. Кешіресіз, бұл жігіт дейтін Германиядан келбет, арнайы қарындасыңыз деп. Барлық жерден іздестіріп атыр, қарастырып атырық. Нәтиже болмай тұр. Егер сізде бір ақпарат болса, өтініш бөлісе аласыз ба? Қызым, мен әрине қолымнан келгенше көмектесемін. Бірақ мен бұл мекемеде жұмыс жасамаймын. 3 жыл болды зейнетке кеткеніме. Бірақ шамам келгенше көмектесуге тырысамын. Құжаттардың бәрі архивте болу керек. Сол жерден сұрастыру керек. Біз осы жердегі директормен кездесіп едік. Ол айтады, сол өрт болған кезде барлық құжаттар өртеніп кетті деп. Иә, өрт болды. Барлық құжаттар жанып кетті. Бірақ біз қайтадан толтырып бәрін архивке өткізгенбіз. А сіз ол қай жерде екенін білесіз бе? Білмедім, жаным. Онда дейтін бетекші, сіздің телефон номеріңізді алсам бола ма? Әрине. Қазір. Айта қойыңыз. 8707 168 88 Осы мен номерім болады, жарай ма? Егер бір ақпарат, бір зат болсын, бізге айта қойыңызшы. Әрине. Рахмет көп. Әрине. Спасибо большое вам. Жақсы, сау болыңдар. Мынау апайды Алланың өзі жіберген болып тұр ғой. Да, не говори, не то слово. Сәлеметсіз бе, апай? Амансың ба, Жәнел? Қалай жағдайың? Денсаулығың қалай? Мынау деген 1995-2000 жыл аралығындағы балдардың тізімі. Қарап көр, осыдан мүмкін табылып қалар. Мәссаған, қайдан таптыңыз, апай? Ойнапсың сен апаңмен. Апаң жердің астынан қазып алса да саған тауып береді ғой. Маған сен сіңілім. Рахмет, апай. Қарап көр, осыдан мүмкін табылып қалар. Маған сен сіңілім. Жанел, Ау, апай. неғып тұрсың жұмыс уақытында? Мен қашан қайтам? Жұмыс уақытында никакой общение деп. Жақсы, апай. Не болды? 1 минутқа шыққанына қарайған әңгіме айтып. Қазір барат, не болды соншама айқайлап? Мен сізбен сөйлесіп тұрған жоқпын. Сен кімсің? Неге маған дауыс көтеріп сөйлеп тұрсың? Сен кімсің маған? Кімсің? Мен өзім білем қалай сөйлесетінімді. Шаруаң болмасын. Кет жан мұжымай. Сен қатын аузыңа қарап сөйле. Апай, не болып жатыр мұнда? Апай, не болып жатыр мұнда? Сиған қат, қайдан келін сонда кәр? Қашылар, жоқ бұл. Не болып жатыр? Не айқай мұнда, апай? Ертең оның үстіне арыз жазам. Шағымданам. Оңбаған ит қатын сенің. Бұлай болған ғой. Және құжат әкеліп едім негізінде. Әкеліп едім. Содан ана қатын шығып алып, қол көтеріп. Сучка қатын. Сучка. Тапа-тал түсті төбелескеніңіз қалай кет, апай? Ерке екенсіз бірақ, апай, мойындадым сізді. Сендер бар ғой, ажыратпағанда бар ғой, мен оғатынды айыратын едім ғой. Апай, бірақ печенен 2 ударды зык еткіз, әдем бердіңіз. Сен кімсің? Мен ба? Сен кімсің? Мен болашақ күйеу балаңызбын. Жәнелдің жігітсің ба? Жәнелдің? Қой, қайдағы Жәнел, апай? Күләштің. Қасындағы жүрген
бір қара бәле ма? кешіріңізші апай, мен деген құжат алуға бір-ақ минут қана шыққан едім. кетші шыбын сияқты дызылдамай. Алло, Жан, менде депрессия. Жаңа маған мына жерде бір қатын тиісіп, тұла бойым дірілдеп, жүрегім аузыма келіп, арыстаным, келші маған тездетіп. Жылама жаным, сабыр сақта. Арыстаным, тез келші маған. Күте тұр, қазір барам. Жанель, Ау, апай, не болды? жаңағы семіз қатынның адресі мен телефон тауып бер. Шаштасып жұлысқанды көрсетем мен оған. Мына ізденіс бітер ме екен? Менің төзімім таусылды. Бол Жанель, ашуланбаш, барлығы жақсы болады бұйырса. Қашан? Саған айту оңай. Сен қол жетім емессің. Сен аш болудың қандай екенін білмейсің. Ана махаббатын, әке махаббатын көріп өстің. Ал мен болсам, әркімнің қас-қабағына қарап өстім. Менің басымнан ешкім сипамаған. Жанель, түсінем. Бірақ жылағаннан пайда бар ма, айтшы? Пайда бар ма? Болмаса жыла, өз-өзіңде теңізге лақтырып жібер. Бірақ оған ешкімнің еш жері келмейді, түсінесің ба? Бізге ізденісті жалғастыру керек, үмітімізді үзбеуіміз керек. Қош, Күләш. Болды енді, өз-өзіңді бас, қолға ал өз-өзіңді, еңсеңді көтер. Күләш, қоя қойшы деймін. Өтініш баршанда. Қыздар, не болды? Керіспеңдерші. Бүгін болмаса, ертең табылады. Сабыр сақтайық. Мен ашулы емеспін. Құрмаш, Жанелдің қасында болшы, мен қазір келем. Жанель, уайымдама, бәрі жақсы болады. Жылағаннан пайда жоқ. Мен шаршадым. Өмір бақи жалғызбын. Менің әке-шешем жоқ. Бір ғана ағам бар. Соны көргім келеді, тапқым келеді. Сағынышым басқым келеді, түсінесің бе? Түсінем, Жанель. Ағаң табамыз міндетті түрде. Қошақан, не болды ашулан? Құрбың емес пе? Енді сен түсінбесе. О, жаным сол, бір ашуыңды берші маған. Басымды ауыртпаша, өзім шыным басыма шығып тұр. О, жаным сол, түрің өзі шіркін-ай сенің. Берік, мажымаша нервыма тиіп. Болды, жүрші Қошақан, кешірім сұрайық. Болды, достар, ашуға бой бермейік, күшті дос болайық. Солай емес пе, Құрмашжан? Өте дұрыс айтасың. Жанель, жаным сол. Кешірші мені. Мен де кешір, ештеңе Әне, етпес. айттым ғой, бұлардікі через 5 минут татуласып, дос болып кете салады. Сәл болмағанда, ана директорларыңа кетіп қалуға қалдым. Алдында жаман көз салды ғой, айналдырып. Ойбай, кетсең кете берші, жолың болсын. И так сол ведомадан құтыла алмай жүреді. Қызғанған түрінен өзі, заны. Мә, Құрмаш, саған айтуға ұмыт кеттім ғой. Не болды, айта бер. Мана Қошақан екеуміз Қошақанның жұмыс жағына барғанбыз. Сол кезде женский ММА болды ғой ана жерде. Қойшы. Ана Жанелге көмектесушіген апа бар емес па? Иә. Сонымен ана директор екеуі төбелесіп жатыр. Қошақан екеуміз зорға ажыратып алдық қой. Бірақ бар ғой, сауап болды сол ведомаға ше.
ана төбелесіп жатқан кезде шаным кеп кетті ғой прикинь. Сосын Ай, бірақ апам еркек екен. Шашы жұлынып жатса да зік еткіз. Екі ударды келіп үлгеріп тұр ғой. Сату ана директор деген менің қаным түсті ғой. мә қызықтың бәрі сендердің жұмыстарыңда сияқты ғой. Айтпа. Еще ана апам сендер ажыратпағанда айыратын едім деп қояды ғой. Еще менен сұрайды, Жанелдің жігітісің бе деп. Қой, қайдан? Сосын айттым, Қошаққанның жігітімін деп. Айтпақшы жігіттер, бұйыртса осы сенбіде бізде Күләштің туған күні. Сендер де келіңдер. О, қандай керемет. Бұйырса барып тұрқ қой, Құрмашан екеуміз. Бұйырса барамыз. Онда әрқайсысынан бір сыйлықтан күтем. Алло, Жанель. Басталды ма туған күндерің? Қазір барам. Ей, тынышталың, Милфа келе жатыр. Пақ шіркін, жүрсінің өзі бөлек қой, бейеле сияқты. Может, түйе сияқты. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз апай. Туылған күнің құтты болсын. Аман бол. Мында Рахмет, отырыңыз апай. Сәлем, сері жігіт. Сәлем бердік, апа. Апа деп айтпай, ханым деп айтқаның дұрыс болады. Жарайды. Бойымды жылтатын бір нәрсе құйшы, әйтпесе бір түрлі болып тұрмын. 50 граммға қалай қарайсыз? Жарайды, құй. Жасайғырлар отырғанда неге бір шалқымасқа? Пақ шіркін ай. Сіз директор екенсіз ғой. Мен білмеппін, кешіресіз. Ол кез өтті, кетті. Кел одан да татуласып 50 граммнан іші береді. Міне дұрыс. Ей, шикос, 50 грамм қойшы. Ал қояй. Шикос деген қалай кетті мұны апам? Ей, айғыр, құй дегесін, құй. Алып қояйық. Менің сендерге айтатын күшті жаңалығым бар. Қандай апай? Мен жақын арада байға кетем. Ой, Алла. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз Жанелдің
Иә. Мен сізге балалар үйінен хабарласып тұрмын. Мен Шолпан деген апаймын. Жағдай былай ғой. Жаңа біздің балалар үйіне бір қыз бен жігіт қарындасын іздеп келді. Қарындасының аты Жанел екен. Қой, шын ба? Иә, Жанел? иә. Олар қайда екен білмейсіз ба? Ол кісілер жаңа кетіп қалды. Бірақ менде телефон номері бар. Маған бере аласыз ба сол телефон номерін? Иә, берейін. Қазір жазып алайын. 8-705 536 75 48. Осы номер. Жазып алдым. Рахмет. Оқасы жоқ. Қандай күшті жаңалық. Сізге Аллах разы болсын. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Аман болыңыз, рахмет. Мына қыз неге телефон көтермей жатыр? Бірдеңе болып қалды ма екен? Тыныштық па екен өзі? Ай, Жанел, бір жақсы жаңалық айта қояйын деп едім. Жанел телефонды тез көтере ғой. Неге алмай жатыр? Мына қыз ала ма екен? Алло, сәлематсыз ба? Тыңдап тұрмын. Маған сіздің номеріңізді балалар үйіндегі апай беріп еді ғой. Иә, айта беріңіз. Мен Жанел деген қыздың апайы болам. Маған айтты, сіздерді балалар үйіне Жанелді іздеп келді деп. Иә. Сол Даурен дейтін ағасы Германиядан келбеді ғой, арнайы қарындасын іздеп. Барлық жерден іздедік, таба алмадық. Барлық жерді іздедік, нәтиже жоқ. Сіздер қазір қайдасыздар? Біз қалада жүрік. Мен қазір саябақ жаққа барам. Сонда келіңіздер. Жақсы, онда осы номерге жібере қойыңыз локацияны. Жақсы, сау болыңыз. Жарайды. Даурен, жақсы хабар бар. Говори. Сен қарындасын таптық. Жанелдің апайы соқты. Серьезно? Иә, сен қарындасын таптық. Қазір деген адресін жібер. Эй, Даурен, не переживай, тұр. Души. Помогите. Кас. Души. Телефоным жоқ. Телефон ұмытып кетіппін ғой. Блин! Кляш! Извините, девушка, можно с вашего телефона позвоните, пожалуйста? Спасибо. Алло, Кляш? Сәлем. Кляш, мен деген аялдамада күтіп отырған жерінде бар ғой. Ұмытып кетіппін телефонымды. Қазір көшеде бір қыздан телефон сұрап алып саған соғып тұрмын. Қазір қайтасың? Әкімшілік жақтамын. Қазір барам. Жақсы, сен күтем. Рахмет сізге. Сәлем, не болды? Сәлем, мен жаңа автобус күтіп отыр едім аялдамада. Сол жерде телефонды тастап кетіппін. Қасқа, енді? Қайтып бардым аялдамаға. Барсам телефоным жоқ. Ештеңе етпес, басың аман болса аларсың басқасын. Жоқ, ішінде керек нөмірлерім бар еді. Қырсығын-ай. Қазір ше енді жай телефон аяқтан номеріңді тезірек қосып алайық сізге. Менде үйде кирпич телефон бар. Соны бере тұрайын болмаса. Бері қойшан, осы сенгі не әдет жұртты сайқымазақ қыл.
Жанелдің көңіл күй көтерілсін деп айтып жатқаның ба? Енді байланыс орталығына барайық тезірек. Номерін тезірек қосып алуымыз керек. Проблема жетіп жатқанда еді. Уж жетпей жатыр еді. Алло? Алло? Алло, амансың ба? Қара қыз қалайсың? Жағдайың қалай, жақсы ма? Сәлеметсіз апай. Жанел қайда екен білмейсің ба? Мен бағанадан бері іздеп таппай жатырмын. Я, қасымда жалпы. Тыныштық па апай? Менде бір күшті жаңалық бар. Мен Жанелдің ағасын тапқан сияқтымын. Қойыңызшы, шынымен ба? Қалай? Бағана маған бұрын балалар үйінде жұмыс жасап кеткен бір апа телефон соқты. Сонан соң жаңағы апа жігітті танып қойып, сөзге тартса қарындасын іздеп келіпті. Точно ма? Иә, осы менің жаңалығым. Ура, шынымен күшті жаңалық екен апай. Мен оларға телефон соғып сөйлестім. Қазір саябақ жаққа келу керек. Сол күтіп отырмын. Я, міндетті түрде барамыз. Жақсы сау болыңыз. Не болды? Ура! Не болды Қошақан? Айтсаңшы, өзің қуана берме, біз де қуанайық. Жанел, сүйінші Жанел. Сүйінші Жанел. Не болды? Сен қасында жүрген апай хабарласты. Қандай апай? Қасында көмектесіп жүрген апай бар емес па? Сол хабарласты маған. Я? Не айтты? Сен ағаң таптым дейді. Қойсын ба? Иә. Осы жаңалықты мен көптен күттім ғой. Құттықтаймын Жанел. Осы сәтті қаншама күттім. Осы жаңалықты мен көптен күттім ғой. Қуаныштымын сен үшін. Жанел, мен де қуаныштымын. Саламатсыз апай. Амансың ба? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Апай, менің ағам табылғаны рас па? Келіп отыршы, әңгіме бар. Иә, бір хабар бар. Жақсы жаңалық. Маған бағана бұрын балалар үйінде жұмыс жасап кеткен тәрбиеші апай телефон соққан болатын. Балалар үйіне бір жұмыстармен барған кезде кездейсоқ бір жігітті көріп қалыпты. Бірден сөзге тартқан екен, қарындасымды іздеп келдім депті. Содан жағдайды түсіндіріп айтып еді, телефон номерін қалдырып кетіпті. Сосын апай? Сол телефон номерді қалдырып кеткеннен кейін мен телефон соғып, сөйлесіп осында шақырдым. Күту керек. Келіп те қалатын шығар. Рахмет сізге апай. Апай, мүмкін ол менің ағам емес шығар. Ол балалар үйінде менен де басқа талай балалар тәрбиеленді ғой. Мүмкін, қой, үйге қайтайық. Бір қуанып қалып едік, жақсы жаңалық болар деп.
Алло? Алло. Кешіресіз, телефон соғыпсыз. Біз күтіп едік, иә? Иә, келмеген себебі дейтін аяқ астынан приступ ұстап сол жерде құлап қалып еді. Қашан? Қарындасын таптық деген кезде дәл сол сәтте приступ ұстап құлап қалды. Енді қайдасыздар? Қазір ауруханадамыз. Қай ауруханада? Жақсы күтіңіз, барамыз. Ай, Не болды апай, тыныштық па? қиын жағдай, қиын болып тұр. Біз күткен жігіт приступ ұстап құлап ауруханаға келіпті. Қиын жағдай, қиын болып тұр. Жүрін кеттік, сол жаққа барайық. Сәлеметсіз бе? Жаңағы телефон соққан мен едім ғой. Менің есімім Ақмаржан. Мен дейтін Дәурен досымын. Жағдайы қалай деп жатыр дәрігерлер? Ештеңе айтқан жоқ. Сол енді күтіп отырмын өзім. Егер ол Жанелдің ағасы болмай шықсашы, не болмақ? Соны ойымда отырмын. Білмеймін, ештеңе айта алмаймын. Бірақ жүрегім сезіп тұр, осы ағасы сияқты шынымен. Осы Дәурен дейтін келіп арнайы қарындасын іздеп Германиядан. 8 жасында немістер келіп балалар үйінен алып кетіп еді, асырап оны. Арадан жылдар өтсе де, ол қарындасын іздеуді тоқтатпаған. Түсінікті. Жанелде ағасын іздеп жүргеніне біраз уақыт болды ғой. Біраз уақыт болды. Бармаған жері сұрамаған адамы да қалмады. Байғұс қыздың сол ағасын іздеумен өтті өмірі. Апа, мен ойлап отқаным. Дәурен ағасы болып шықпаса, онда қайтеміз. Сізде ол жігіттің бала кездегі суреті бар ма еді? Иә, бар. Бірақ ол Дәуреннің өзінде. Мен Жанелге көрсетсем, тани ме екен? Ай, қап. Жұмыста құжаттарым қалып қойып еді. Сәлематсыздар ма? Сәлематсыз ба? Дәрігер не айтасыз? Менің есімім Гүлнара Шарипова. Науқастың жағдайы ауырлау. Тез арада ота жасату керек. Араларыңызда туысқаны бар ма? Кешіресіз, мен дос едім. Қазақстан азаматы емес, Германиядан келіп еді. Түсінікті. Онда сіздер куәгер бола аласыздар ма? Тез арада ота жасату керектігіне. Әрине. Себебі әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Түсініп тұрсыздар ғой. Иә. Біз ешқандай кепілдік бермейміз. Мақсатымыз науқасты аман алып қалу. Ендеше қолхатқа қол қойып жазып бере қойыңыздар. Айтпақшы, ұмыт бара жатыр екем. Мынау науқастың жеке құжаттары қалтасынан алынған. Аллаға шүкір, Алла. Кешірерсіз, көрсем бола ма? На, болады. Менің ағам! Менің ағам ғой!
Науқастың жағдайы жақсы, ота өте сәтті өтті. Аллаға шүкір, Құдайға шүкір. Ашылды гүл бақтары, іздеп жүріп бақыт қандай бірін бірі тапқаны. Қос өзен боп аққаны, бақытты бұл шақтары, күн нұрындай төгіледі махаббаттың шуағы. Шырайлы